пен мықтылықтың белгісі. Түйелер мыңдаған жылдар бойы адамзатқа серік болған. Олар жүк тасымалдауда, көлік ретінде және азық-түлік көзі ретінде пайдаланылған. Түйелердің ерекше биологиялық ерекшеліктері олардың қатал шөл далада өмір сүруіне мүмкіндік береді. Түйелер ұзақ уақыт сусыз жүре алады. Олардың өркештерінде май қоры сақталады. Түйелердің аяқтары кең табанды болып келеді. Бұл оларға құмда батып кетпеуге көмектеседі. Түйелер күйіс қайратын жануарлар. Олар шөптермен, бұталармен және басқа да өсімдіктермен қоректенеді. Түйелердің асқазанында арнайы бактериялар бар. Олар өсімдік целлюлозасын ыдыратуға көмектеседі. Түйелер екі түрге бөлінеді. Бір өркешті және екі өркешті. Бір өркешті түйелер Арабия түбегінде және Солтүстік Африкада кездеседі. Екі өркешті түйелер Орталық Азияда, Монголияда және Қытайда таралған. Бір өркешті түйелердің дромадерлер жылдамдығы жоғары және олар ұзақ қашықтыққа жүре алады. Екі өркешті түйелер, бактриан түйелері, салмағы ауыр және олар ауыр жүк тасымалдауға бейімделген. Түйелер шөл және шөлейтті аймақтарда өмір сүруге бейімделген. Олар ұзақ уақыт сусыз және азықсыз жүре алады. Түйелердің дене температурасы күндізгі уақытта көтеріліп, түнде төмендейді. Бұл олардың суды үнемдеуіне көмектеседі. Түйелердің бүйректері өте тиімді жұмыс істейді, және олардың зәрі өте концентрлі болады. Түйелер мұрнындағы арнайы қатпарлар арқылы дем алғанда ауадан ылғалды сіңіріп алады. Түйе, қазақ халқы үшін ежелден киелі жануар. Ол байлық пен берекенің символы. Түйе сүті, еті, жүні және терісі қазақтар үшін бағалы өнім болып табылады. Қазақ халқының тұрмыс салтында түйеге байланысты көптеген салт дәстүрлер мен ырымдар бар. Түйе сою, шұбат ашыту, түйе жүнінен киім-кешек жасау, осы дәстүрлердің бір парасы ғана. Түйенің өркештері, оның тіршілік көзі. Өркештерде май қоры сақталады. Ол түйеге сусыз және азықсыз ұзақ уақыт жүруге мүмкіндік береді. Түйе өркешіндегі май ыдыраған кезде су бөлініп шығады. Бұл түйенің сусызданудан сақтайды. Өркештер сонымен қатар түйенің дене температурасын реттеуге көмектеседі. Күндізгі уақытта өркештер күн сәулесін сіңіріп, түйенің денесін қызып кетуден сақтайды. Түнде өркештер жылуды сыртқа шығарып, түйенің денесін жылы ұстайды. Түйе сүті өте құнарлы және пайдалы сусын. Ол сиыр сүтіне қарағанда майлығы аз, бірақ ақуызы мен минералды заттары көп. Түйе сүтінде иммунитетті көтеретін және ас қорытуды жақсартатын заттар бар. Түйе сүтінен шұбат, құрт, иірімшік сияқты ұлттық сусындар мен тағамдар дайындалады. Шұбат шөлді басатын, әрі қоректік қасиеті жоғары сусын. Ол асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады және иммунитетті көтереді. Түйе жүні өте жылы және жеңіл. Одан киім-кешек, көрпе-жастық, кілем сияқты бұйымдар жасалады. Түйе жүні су өткізбейді және ол ұзақ уақыт бойы жылуын сақтайды. Түйе терісі де бағалы материал болып табылады. Одан аяқ киім, белдік, сөмке сияқты бұйымдар жасалады. Түйе терісі өте берік және ұзақ уақыт қызмет етеді. Қазіргі таңда түйе шаруашылығы Қазақстанда және басқа да Орталық Азия елдерінде дамып келеді. Түйе сүті, еті, жүні және терісіне деген сұраныс артып келеді. Түйелер экологиялық таза көлік түрі ретінде де қолданылады. Олар шөлді аймақтарда жүк тасымалдау және туристерді алып жүру үшін пайдаланылады. Түйе, болашағы зор жануар. Оның ерекше биологиялық ерекшеліктері мен пайдалы қасиеттері оны шөл және шөлейтті аймақтардағы маңызды жануарлардың біріне айналдырады. Түйе шаруашылығын дамыту, ауыл шаруашылығын диверсификациялау және шөлді аймақтардың экономикасын көтерудің бірден-бір жолы. Түйе біздің ата-бабаларымыздың мұрасы. Оны сақтап, келешек ұрпаққа аманат ету біздің міндетіміз.